Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі бұл тенденция жаңағы қияметтің кіші белгілерінен, әсіресе мынау көп адамның осы діннің кейбір мәселелері туралы сөз қозғауы өте қауіпті. Дүниелік қаупін айтпасам да, ол ақыреттік оның нәтижесі ауыр. Онда айтуға болады, енді орамал таққан қыз мен ұйықпа кие алмай қалды, санын жалтыратып жүре алмай қалды, омырауын ашып жүре алмай қалды, анау жазда судың жағасында жаңағыдай суға түсетін киім кие алмай қалды деп, иттің итақайы. Сендер жаңағы қазақсың ба десе, мұсылманмын деп айтасыңдар, бет ашарды харам дейсіңдер, домбыраны харам дейсіңдер. Мені намазхандардың, мені жаңағы дінге бет бұрғандардың бағыты ұлтқа қарсы деген секілді үкімді шығарып алып, бұл да біздің бір діни сауатымыздың таяздығынан болып отырған. Мектеп бітіргеннен кейін әкемнің жанында мал бақтым мен. Сенбі-жексенбі шаруашылыққа барып қой бақтыратын болды бізге. Содан атқа мінуді үйрендік, қой бағуды үйрендік. Ризабек ұстаз, біздің подкастымызға қош келдіңіз. Жалпы біздің подкастымыз мотивациялық бағытта, атаудың өзі жағыңсынса да сағыңсынбасын. Енді сіз ұстаз болғандықтан сізге қоғамға қатысты сұрақтар қойылады. Жалпы қал жағдай сұрасудан бастасақ, бірінші қал жағдайыңыз қалай, қазір қай жерлерде жүрсіз? Құрметті көрермендер, қажылық сапарына, умра сапарына барам десеңіздер, Muslim Travel компаниясын таңдасаңыздар болады. Өйткені бұл компанияда елімізге қызмет етіп жүрген, дінімізге қызмет етіп жүрген үлкен ұстаздарымыз бар. Солардың ішінде Батихан, Жарқын ұстаз, Арыстан ұстаз сынды үлкен ұстаздарымыз осы компанияда қызмет қылады. Ұлы сапарға білімді ұстаздарымызбен барсаңыздар, мол сауапқа кенелетіндеріңіз айдан анық. Жалпы қажылықтың сауабы сіздерге молынан болады деген ойдамыз. Білімді ұстаздармен баруды кеңес береміз. Осы Muslim Travel компаниясын таңдаңыздар. Алла қаласа, ұлы сапардағы дұғаларыңыз, құлшылықтарыңыз қабыл болсын. Уалейкумассалам ва рахматуллахи ва баракату. Енді мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймыз. Және асылды ардақты пайғамбарымызға салауат пен сәлемдер болсын. Енді Аллаға шүкір, тәуба қалымыз жақсы. Алла тағала келер күндерімізді, өмірімізді қайырлы етсін. Енді жалпы өзім қазір мынау Нұр Мүбарак Египет Мәдениет университетінде исламтану кафедрасының аға оқытушысы. Сол жерде осы ақида, сенім сабақтарында пәнінен сабақ берем. Жалпы жұмысым өзі сол жерде бірыңғай. Сол оқытушылықпен айналысып жатқан жайымыз бар. Кейін енді арасында арнайы шақыртулармен жаңағы аймақтарға, өңірлерге, сосын жаңағы қосымша мешіт медреседе дәрістеріміз бар. Енді қолымыздан келгенше Абай атамыз айтпақшы, жаңағы ұстаздық еткен жалықпас деп, сол енді болмасаң да ұқсап бақ деп, сол бабаларымызға ұқсайық, қолымыздан келгенше ағартушылықпен айналысайық деген сол ниетіміз. Сонымен қатар не ашып жатыр екенсіздер? Ашқан екенсіздер, умра қажылығына баратын жаңағы тревел дейді ғой. Сол қажылық компаниялардың ашылуына байланысты бір сұрақ болып тұр да. Қазір елімізде қажылық компаниялар өте көп ашылып жатыр. Енді бірі мақтаса, бірі даттап жатыр, оның шыны керек. Жалпы осы жайлы ойыңыз қалай өзі? Осы бұл бизнеске айналып кеткен жоқ па? Енді біз осы 5 жылдың шамасында болып қалды, бәлкім одан да көп болуы мүмкін. Алатау МК Travel деген қажылық умра фирмасымен бірлесіп жұмыс бастағанбыз. Енді бүгінгі таңға дейін сол умраға, кіші қажылыққа апару келіп жатыр. Арасында енді демалыс уақыттарында, мереке уақыттарында жұмыстан сұранып барып келіп жатқан жайым бар. Енді жалпы бұл жерде енді бизнеске айналды деуден көрі, енді ол мысалы қазір қолайлы мүмкіндік жасалды десе болады. Сондықтан енді ол әркім өзінің табысы, ақадал еңбегі, ол қайда барам десе ол ерікті. Сондықтан оны жаңағыдай дінге қатысы жоқ фирмалар атқарғаннан көрі, сол саланың мамандары өздері ұйымдастырып апарған дұрыс деп ойлаймын.
оны қазір біз бұл бизнес болып кетті ма деп бұны жаңағыдай арнайы бір шектеу қойғанмен ол бәрібір басқа жағы ашылып жатыр оның. Ал енді бұл діни басқармаға қарасты елімізге арнайы тіркелген бұл фирмалар апарғаннан кейін ол жерде жаңағы дәстүрлі дініміз жатағымға кетіп қалмау үшін, одан кейін жаңағыдай сырттан басқа ағымдардың бір уағыз насихаты кіріп кетпеу үшін арнайы осы фирмалардың өзіміздің оқыған мамандардың барып атқарған дұрыс деп ойлаймын. Жаңағы. Енді ол бұны бір бизнеске бір айналдырып кетті деген секілді. Енді бір әр адамның өз ниеті әрқилы ғой. Енді біреу қандай мақсатта барып жатыр, енді ол әркім өз мақсатына қарай болады. Ал енді жаңағыдай бұны бір көтеріп, оны бір жаңағыдай шулататындай бұл бизнес болып кетті дейтіндей мәселе емес. Құдайға шүкір, оны барған адамдар пайдасын алып, рухани түзеліп келіп жатқан адамдар бар. Енді адам болғаннан кейін оның ішінде жақсысы бар, жаманы бар. Біреулер түзеліп қайтады. Енді біреулер жаңағыдай рухани пайда ала алмағаннан бәлкім ниеттерінен қателігі ме, енді сол қаз қалпында қайтып жатқандар да бар, жоқ емес. Бірақ енді жалпы халыққа пайдасы тиіп жатыр деп айтуға болады. Енді біреу жаңағыдай кейбіреу мысалы елде жүргеннен кейін ортасы әлі намазға келе қоймағаннан кейін, әлі бір ортасы мынау ішімдіктен арыла қоймағаннан кейін кейбір мынау осы рухани бағытқа көңіл бөлген жастарымыз сол әкесі намаз оқыса екен, бір ішімдігін қойса екен деген секілді мақсатта жаңағы сертификат жаса, жаңағыдай жолдама беріп, арнайы бір жаңағы сыйлықтар әзірлеп, жаңағы тосын сыйлар жасап жіберіп жатыр. Оның да нәтижесі бар. Жаңа барып көріп келгеннен кейін, жаңа кейбіреуінің әке-шешесі намазға жығылып, ата-жесі намазға келіп, жаңағыдай басына жаңағы ақ жаулығын киіп, жаңағы 60-70-ге келгенде жаңағыдай ата сақал аузына түскен уақытта сақал жоқ, ақ сақалдарымыз барып келгеннен кейін жаңағыдай бір кішкене жаңа сақал қойып атаға ұқсап жатса, оның не сайып? Иә, ол көпшілік болғаннан кейін оның ішінде жаңағыдай кемшілігі болады. Сондықтан оны бір жарнамалап, жаңағыдай даурығып, бұл бизнеске айналып кетті деудің негізі жоқ секілді да жаңағыдай. Ол жерде бір қызықтырып болмаса жаңағыдай бір ұтыс ойнатып жіберіп жатқан ешкім жоқ. Мәселе сол жаңағыдай әйтеуір бір адамда болса барып қалса, бір адамда болса түзеліп қалса деген мақсат. Енді ол жерде фирмалар сонда ол жерде енді ешқандай бір бизнестік интерес жоқ деп айта алмаймыз. Енді адам қызмет қылғаннан кейін өзінің қызметінің көргісі келеді. Мысалы сіз қазір бір қаржылық фирма ашсаңыз, мақсатыңыз бір халықты апару ғана емес, сол жерден өзіңіз кез келген бизнестің өзі тетігі сол ғой, жаңағы пайда көру. Енді бұл жерде жаңағыдай бір біз айта алмаймыз, жаңағы үйіп төгіп бір пайда көріп жатыр. Сол әйтеуір өздерінің жаңағы жүріс-тұрыс шығындарын күнкөрісін тауып жатқан жайы бар. Мына қателеспесем Ерлан Ақатаев ұстазымыздан ғой деймін. Осы мәселені сұраған кезде қаржылық компаниялар көбейіп кетті ғой, не болып кетті, бизнес қой деп сұрағанда ол кісі айтқан екен, Аллах тағала қазақтарды қасиетті мекенде көп көргісі келіп жатқан екен ғой деп айтыпты да. Сол себепті мен де ойлаймын, бұл өте жақсы, өйткені статистика бойынша біздің қазақтардың саны қаржылық, үлкен қаржылық дейміз ғой, сол кезде әлі толмаған екен ғой осы уақытқа шейін. Жаңағы Түркияда, басқа елдерде очетқа тұрады екен ғой. Мен осы 17, 18, осы 19-да қажылықта болдым. Осы 20-да енді карантин басталып кетті, 2 жыл қажылық болған жоқ. Сол кезде мен сол бір дағыстандық бауырмен кездесіп қалдым. Сосын енді сөйлесіп жұма намазында күтіп отырғаннан кейін Меккеде Харам мешітінде жаңағыдай қанша бағаға келдіңдер, қаншадан келдіңдер деп сұрап жатыр да. Мен де одан сұрап жатырмын жаңағыдай. Біз енді стандарт пакет осынша баға болды, комфорт пакет осынша баға, премиум класс осындай баға деп енді бағаларды айтып жаттым. Жаңағы одан кейін ол кісіден өзінен де сұрап жатырмын да жаңағыдай қанша баға. Сосын айтып жатыр, бізден мысалы біз өзіміз жаңағы 13-14 миллион болсақ, мысалы таза қазағымыз, оның ар жағында тағы басқа ұлттары бар, сонымен жаңағы енді шамамен бір 15-16 миллион осы елде мұсылман тұру керек деп ойлаймын, 20 миллион халықтың ішінде. Сол енді 15 миллион халықтың ішінен 3-ақ мың адам барды.
үш ақ мың, былай грубо айтқанда 4.000 адам дейік та жаңағыдай. Сонда ол кісі айтады да жаңағыдай өте аз екенсіздер дейді. Біз айналдырған 2-3 миллион жаңағы Дағыстан халқынан 11.000 адам келген. 11.000 адам келген. Сондықтан бұл әлі де болса, бұл өйткені енді біздің көп жағдайымыз көп елден көшіп ілгері ғой. Тек осы уақытта сол жаңа мынау қазір арнайы бір дін дұшпандары дейміз бе, еліміздің дұшпандары жұмыс жасап, мүмкіндігінше исламофобия жасап, жек көртуге тырысып жатыр. Алла тағала жар болсын. Қазіргі таңда еліміздегі діни ең үлкен проблема қандай деп ойлайсыз? Енді шіркін-ай, мен әр саланың өз маманы бар ғой. Сол маманы сөйлеген дұрыс қой. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі бір хадисінде айтады, аманат жоғалған кезде қияметті күте беріңдер деген. Яғни бұл да бір сол пайғамбарымыз ескерткен қияметтің бір кіші белгілерінің бір белгісі. Аманаттың жоғалуы не деп сахабалар сұраған уақытта, әр іс өз егесіне тапсырылмаған уақыт дейді. Міне. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі бұл тенденция жаңағы сол қияметтің кіші белгілерінен, әсіресе мынау көп адамның бұл дін туралы, осы діннің кейбір мәселелер туралы сөз қозғауы, бұл енді өте қауіпті. Жалпы мен бұл дүниелік қаупін айтпасам да, ол ақыреттік, оның нәтижесі ауыр. Өйткені діннен сөз айту, ол Алланың, пайғамбардың атынан сөйлеу. Ал енді мысалы, қазір біз дін маманы ретінде, мен мысалы қазір психологиядан болмаса, жаңа медицинадан болмаса, жаңа физика, химиядан сөйлейтін болсам, ол орынсыз нәрсе да. Сол секілді мен ойлаймын, қазір бұл дінге келген кезде де көп адам өзінің шамасын білу керек секілді. Ал енді қазіргі қауіп, бұл енді бізге негізгі қазір елімізде, енді бұны біз не деп айтсақ болады? Исламизация қарсы жұмыс жасалып жатыр. Бұл сыртқы күштің ықпалы ма, бәлкім бір саяси бір жағдай ма, әлде бір өтпелі бір кезеңнің бір сондай болу керек нәрсесі ме? Мысалы, жалпы жастарымыздың, жалпы халықтың мұсылманданып кетуін тежеу деген әрекет жүріп жатыр. Бұны біз мысалы мынау күнделікті мынау ақпарат құралдарынан ақ байқауға болады. Таңның атысы, кештің батысы, жаңағы барлығы мынау қасиетті дініміз, бабаларымыз сан ғасыр ұстанып келген исламға тасатумен. Жаңағы иттің итақайы. Ол діннен хабары болсын болмасын, бәрі сол жаңа айналып келген кезде мынау дінге тасатқыш болып кетті. Ол нәрсе, мынау исламофобия өршіп тұр қазір. Бұл өте қауіпті жағдай. Өйткені ол жаңағы мынау жат ағымды кіргізді белгілі бір жаңағы күшті құрылымдар. Оларға белгілі бір уақыт мүмкіндік берілді. Көп жастар солардың жетегінде кетті. Жаңағыдай тіпті олардың кейбір ұстаздары бүгінгі таңға дейін белгілі бір тараптан қолдау тауып, әлі де болса сол жаңағыдай өзінің жат пиғылын, жат ұстанымын мүмкіндігінше жаңағы жеткізіп жатыр. Былайша айтқан кезде іздеп табам деген адамға, тыңдайым деген адамға қол жетімдік қойған. Және солардың жаңағы кейбір бабаларымыз ұстанып келген жолға қайшы әрекеттерін жалпы исламға жағып, исламды қаралау процесс жүріп жатыр. Мен ойлаймын, бұл жерде халық осыны ашып түсіну керек секілді. Мысалы, біздің Құдайға шүкір, енді өзіміз дініміздің, осы асыл дініміздің қара шаңырағы деп айтамыз, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қымдб. Негізгі үкімдер, негізгі шешімдер осы ортада өзінің арнайы сайттарында мәлімденеді, және жергілікті өкілдері соны жаңа істейді, таратады,
және жергілікті өкілдерге қатысты, аймақтарға, өңірлерге қатысты өздерінің арнайы сайттары бар. Сол сайттарда негізгі ұстанымдар жарияланады. Бірақ осыған қарамастан, мынау исламды осы жаңағыдай жат ағымның ұстанымымен өлшеп күйе жағушылар көбейді. Мысалы, сендер салт дәстүрге қарсы шығасыңдар, намаз оқымайтын мұсылманды кәпір дейсіңдер, сендер жаңағы текті қазақсың ба десе мұсылманмын деп айтасыңдар деген секілді жаңағыдай беташарды харам дейсіңдер, сендер жаңағыдай домбыраны харам дейсіңдер, ананы харам, мынаны болмайды, ананы жояс дейсіңдер деген секілді соларға тиселі кейбір көзқарастарды ортаға шығарып алып, мені намазхандардың, мені жаңағы дінге бет бұрғандардың бағыты ұлтқа қарсы деген секілді үкімді шығарып алып, бұл да біздің бір діни сауатымыздың таяздығынан болып отырған. Сынағы сынақ қой, бірақ енді бұл жерде адам көзді ашып қарау керек те, бұны кім айтты? Жақсы, мысалы, домбыраға қатысты үкім шықты, бұны кім айтып отыр жалпы? Және оның сол осы білімі бар адам ба, ол оқыған адам ба, оқып келген адам болса, өзіміздің жаңағы діни басқармаға тиісті уағыз насихатта жүрген адам ба? Әлде ол емес пе? Жоқ, оған қарамайды. Бірден бас салаттан естейді, міне мыналардың негізгі мақсаты осы ұлттық құндылықты жою деген секілді түбірге кетеді. Бәлкім ол қолдан жасалып отырған нәрсе шығар. Жаңа бір адамға басына тақия кигізді, иегіне сақал қойғызды да, мына нәрсе туралы сөйле деген шығар. Оның тіпті дінге де қатысы болмауы мүмкін да. Сондықтан мен бұл жерде ойлаймын, кәдімгі біз енді көзі ашық, қарақты, көкірегіміз ояу халықпыз ғой. Құдайға шүкір, сауатты адам, оқымай қалған адам, мектеп бітірмей қалған адам жоқ, кейбір жаңағы елдер секілді. Сондықтан бұл мәселені анықтайық, бұл туралы арнайы сенім телефоны бар, бұны діни басқармаға звондайық. Сендер осындай үкім шығарып атсыңдар ма? Сендер осындай мәлімдеме жасап жатсыңдар ма? Бұғалай деген секілді. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жаңағыдай бізге қауіп, осы жаңағыдай егер сараптай алмасақ, осы ақпарат құралдарынан келіп атыр ғой. Міне ислам апоптарымыз да болсын, жаңа жасап отырған, мынау жаңағыдай жатама ағым өкілдері болсын, барлығы осы қолымыздағы мынау ақпарат құралдарын пайдаланып отыр да. Енді оны ашқан адам шынымен солай екен деген секілді нәрсеге бармау керек. Керісінше жаңағы жергілікті жерде арнайы сенім телефондары бар, соларға хабарласып анықтау керек деп ойлаймын. Енді мынандай сұрақ болып тұр, ұстаз. Қазіргі таңда елімізде орамалға қатысты біраз проблемалар болып жатыр ғой. Енді жалпы осы бірінші кезекте орамалдың осы шариғаттағы ислам дініндегі үкімі қандай? Жалпы әйел адамның киімі қандай болу керек? Сол жайлы бұл парыз ба, сүннет ба, уәжіп ба? Сол жайлы кішігірім айта кетсеңіз. Енді бұл мәселеде күн тәртібінде тұр. Енді білмеймін, енді бұл белгілі бір тарапқа ма, белгілі бір әлде бір саяси құрал ретінде қолданыла ма, әйтеуір қалай оқу жылы басталады, бұл проблема басталатын болып қалды ғой. Енді білмеймін, енді бұл біз өзіміз жалпы негізі мына статистикаға қарайтын болсақ, өзі 1-2% ғана құрайды екенбіз намазхандар. Мен енді жарайды, жұмаға баратыны бар, сонымен 3-4% дейік. Құдай көп көрмесін, санымызды артсын. Енді сол 3-4%-ның ішінде қаншасы оның 5 уақыт намазда. Енді сол 5 уақыт намазда жүрген бауырларымыздың қаншасы бұл қыз баласына орамалды міндеттеп отыр. Бұл да бір көп емес-ау деп ойлаймын. Сонда былайша айтқан кезде бір 0,01% құрайтын мәселені бір ушықтырудың астында бір саяси ойын дейміз ба, бір саяси ықпал ма, әлде белгілі бір күштік құрылымдарға бұл қажет пе, мен түсіне алмай қойдым. Зайырлы мемлекет бізде жатады ғой, зайырлы мемлекеттердің төресі Америка, мысалы Австралия, Англия, соларда, сол мемлекеттерде қарапайым мысалы қызметшілер, мектеп мұғалімдері, тіпті аэропортта жаңағы кассада отыратын, билет қабылдап отыратын
қыздар, келіншектер бәрі орамалда отыра береді да. Ол өзінің қалауы да, ол қандай киім киеді мысалы. Сол мен айтайын деп отырған нәрсем бір массы бір осыған үрдіске бет алып барамыз деп бір сақсынатындай бір қауіп жоқ деп ойлаймын. Өйткені ол бір санаулы процент қана бұны құрап отыр ғой, жаңағы орамалда жүрген қыз келіншектеріміз. Тіпті кейбір Алла ниеттерін қабыл етсін, намазын оқып, бірақ орамалын тақпай жүргендер де бар. Алла оларға жеңілдігін берсін. Бірақ жалпы мысалы тағуға келген кезде. Енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, бұл енді орамал мәселесі Құранда Алла тағаланың балағат жасына жеткен әйел адамға міндеттеген парызы. Осыны біз әрқашан айтамыз. Орамал балағат жасына жеткен әйел адамға парыз. Енді ол мысалы қыз баланың міндет қой былайша. Балағаты бұл жаңағы етек кірінің келуімен анықталады. Ол баланың жаңағы шахуатының оянуымен не істейді, анықталады. Енді бұл әр өлкенің табиғи жағдайларға байланысты әртүрлі келеді. Мынау ыстық жақтарда қыз бала тез ерте жетіледі, ал қызға қарағанда ұл бала кештеу жетіледі. Сол секілді біздің де аймақтарымызда да соған қатысты жаңағы өздері фиқта үкімдер бар. Сондықтан осы балағат жасына жеткен қыз бала бөгде ер адамның алдында жаңағы денесін, шашын не істеу керек? Бүркеу керек, жабу керек. Міне шариғатымыздың талабы осы. Міне Алақан мен жүзден басқасын бәрі. Иә, алақан мен жүзден, сосын жаңағы тобықтан аяғына қарай, мысалы тобыққа дейін жабық болу керек. Енді ол жалаң аяқ жүретін болса, оның әбестігі жоқ. Сосын қолы мынау білезікке дейін жабық болу керек, жоғарыдан төмен қарай. Енді қол ашып одан кейін жүзі. Қалған жерлік. Ал енді өзінің жаңағы туған ағасы, туған інісі, әкесі, қайнатасының алдында болмаса жаңағыдай ағаларының алдында, жаңағыдай көкелерінің алдында қыз баланың жаңағы орамал тағуына ол міндетті емес. Мысалы, келін өзінің жаңағы қайнатасының алдында ол жаңағы орамал тағу міндетті емес. Болмаса қыз бала өзінің ағаларының алдында жаңағыдай. Сондықтан өзі қазақ дәстүрінде де орамал салу деген, өйткені тұрмысқа шыққан қыз бала өзінің жұртынан жат жұртқа барған кезде өзі бөтен еркектер болып саналады, басына орамалын салып шығарып салатын болған. Енді одан кейін оған орамалды шешу болмайды. Неге? Өйткені ол шашын көрсетпеу керек. Оған дейін бой жеткенге дейін ол өзінің туған ағалары, туған інілері, бауырлары, ағайын туысының алдында ол шолпысын тағып, үкісін тағып, бөрікпен тақиясын киіп, бөрікпен жүре берген. Бұл туған ағайынның алдында да қыз баланың ол жаңағыдай тағу міндетті емес. Ал енді бөтен ер адамның алдында ол не істеу керек? Бүркену. Міне Алла тағала бұны Құран. Сондықтан бұл Құранда айтылған Алланың міндеттеген ол парызы, ол жаңағы қыз баланың жүзінен, екі қолынан, екі табаны тобыққа дейін жерінен басқа жерінің барлығы жабылуы. Бұл негіз бұның астарында үлкен тәрбие жатыр, қоғамдық тәрбие жатыр, адами құндылық жатыр. Бұл бір қыз баланың жаңағыдай құқын бір шектеу емес, біреулер ойлағандай жаңағыдай. Анау ол жап-жас қыз баланы орап, он не қызық көрді дейтіндер бар жаңағыдай. Мен соларға айтам жаңағыдай, ол сонда не қызық көру керек. Сонда орамал таққан қыз тамақ іше алмай қала ма? Орамал таққан қыз алтын күміс сырға сақина таға алмай қала ма? Орамал таққан қыз шетелге шыға алмай қала ма? Орамал таққан қыз тұрмысқа шыға алмай қала ма? Орамал таққан қыз оқи алмай қала ма? Жоқ, сонда ол не көру керек? Мен сонда айтпағыңыз, ол сонда жаңадай ашық-шашық. Онда айтуға болады, енді орамал таққан қыз мен юбка кие алмай қалды, санын жалтыратып жүре алмай қалды, жаңағыдай омырауын ашып жүре алмай қалды, анау жазда судың жағасында жаңағыдай суға түсетін киім кие алмай қалды деп. Сонда ол қалай ол арсыздықты көре алмай қалды деп айту керек. Сонда деймін да жаңағыдай. Айтады, ол жап-жас қызды орап, ол не қызық көрді дейді. Ол орамал тақсан қызға, ол балалар ойнайтын жерге бара алмай қалды. Барады ол жерге. Әкесімен қыдырады әкесімен.
тамақ ішемін, кез келген тамақты жейді. Міне, жоқ ол не қызық көрді дейді. Ол не қызық көру керек. Сонда оны тыртитып көшеге алып шығуымыз керек па? Тыртитып жаңағыдай судың жағасында көрінген еркектің көз жауына айналдыруымыз керек па? Сонда ол сыр ашу керек па? Түнгі клубқа барып шашын жайып жеріп елтең-селтеңдеп билеу керек па? Сен осылай айт. Айбай мына қызыңды орап тастапсың, енді қызың юбка кие алмай қалатын болды, арақ шарап ішемей қалатын болды, ана клубқа барамай қалатын болды. Тағы не деп айтуға болады? Сонда мен ойлаймын, орамал таққан қыз ол ешқандай бір өмірлік құндылықтардан қорғалады деп айтпаймын. Ал енді зайырлық дейміз ғой, енді зайырлықтың жаңа өзіңіз айтып отырған мына түркиялық принципі бар, мына дамыған Сингапур, Малайзия бар. Мен ойлаймын, бұның да бір келешекте бір тетігі шешімін табады деп. Енді тілектеспіз соның шешілуіне. Бірақ енді оны бір қазір бір масқара, мына қазір қолға алмайтын болсақ, бәрі бір орамал тағып кетіп жатыр дейтіндей жағдайда емеспіз ғой. Өзі намаз оқитын санаулы болса, оның ішінде әлі таға алмай жүргендері қаншама жаңағыдай. Алла жеңілдігін берсін жаңағы. Енді сол тағып жатқан жаңағы әрбір бір мектептен бір 10 бала дейміз бе, 20 бала дейміз бе, мен білмеймін, бұл бір ушықтыратын мәселе емес деп ойлаймын. Осыған халық та, халқымыз да, дана халқымыз да, біз ауратымызды жапқан мұсылман халықтың үмметіміз ғой. Ата бабамыз мұсылман болған жаңағыдай. Ал енді жаңағыдай біз салтымызда қыздар жаңағыдай басын ашып жүрген, тұрмысқа шыққанша жарайды. Онда біз тұрмысқа шыққаннан кейінгілеріне, тұрмысқа шыққандарына таққызайық онда қазақ салтымен. Қазақ салтымен деп айтсыз ғой, сол осы тарихы да былай келеді екен ғой. Мысалы, қазақтар енді 7 атаға дейін қыз алыспаған ғой тарихта. Біздің қыздарымыз жаңа сәукелемен жүрген, орамал тақпаған деп шығады ғой қазір көбісі. Бірақ келін болып түскендердің бәрі орамал таққан. Ал келін болып түскенде өзге жұртқа барады ғой. Ал өз елінде жүргенде, мысалы, өз елінің жаңа ер азаматтары оған былайша айтқанда қыз ретінде қарамайды, өйткені онымен жаңағындай үйленуге, отбасын құруға тыйым салынғандықтан қыздарымыз жаңа шаштарын өріп сөйтіп жүрген дейді да. Енді сондай бір тарихи информациялар естідім. Жақында бір ағаларымыз осы орамалға қатысты бір тарихи кітап жазып жатыр. Алла қаласа осы наурыздың басында соның тұсаукесері болады. Бір жақсы бағыт ұстанып жатыр ол ағаларымыз. Ұстаз, сосын біздегі қазіргі енді таңда еліміздегі бір өршіп тұрған мәселенің бірі, бұрын енді қалаларда жаңағы игровой нелер болды ғой, азартный ойындар. Оларды әйтеуір енді үйтіп шектеп, біреусін Қапшағайға, біреусін жаңағы Щучинскке жіберді. Дегенмен енді ол да келешекте өз несін табады деп ойлаймын. Бірақ қалаларда соның бір түрі деп өзім ойлаймын. Букмекерлік кеңселер өте көп. Және мысалы спортшыларымыз, танымал тұлғаларымыз көп осы букмекерлік компанияларды жарнамалап жүрген. Кезінде шыны керек өзімізде жаңағы шаршалаңда жүрген кезде бізде ешқандай амал болмайтын да, футболкаларымызға жапсырып тастайтын. Демеушілік бізге демеуші деп. Оны кимесең болмайды. Сондай мәселелер елімізде бір проблема болып тұр деп ойлаймын. Жалпы осы букмекерлікке қатысты оның үкімі қандай жалпы шариғатта? Бұл да жаңағы азартныйның бір түрі ғой, қателеспесем. Шариғатымызда бұл құмар, соған ұқсаған нәрселердің барлығы тыйым салынған харам нәрсе. Бұмен айналысу, бұған ат салысу, бұны жарнамалау, бұның барлығы харам болып есептелінеді. Бұның еще харам болғаннан бөлек үлкен қасіреттері бар. Бұның қасіреті енді ол Алла тағала өзі харам болып тұрғаннан кейін бұның қасіреті үлкен. Енді оны бұл туралы өздеріңіз хабардар болу керек. Хабардар шығарсыздар, мынау жаңағыдай қалаулысы депутат ағамыз Руслан Берден біраз көтерді. Және оған арнайы бір заң жобалық шешімдер қабылданған болу да керек. Енді әлі күшіненбесе де, өйткені ол кісі бұның жаңағы жілігін шағып тұрып не істеді? Шамамен осы мынау лудоманияға қанша адамның уланып отырғандығы, олардың еміне қанша кететіндігі,
жана бірақ осы букмекерліктен түсетін, үкіметке түсетін, оның жана ойыннан түсетін бір налог, салықтың бір оған кететін шығынға шаққанда бір арзымайтын екендігін бәрін ашып көрсетіп берген. Сол жерде енді мен ойлаймын, көз ашық, көкірек аяғы адам ойлану керек секілді. Енді бұл да бір заманның бір белең алып тұрған бір әрекеті болып тұр ғой. Бұның астарында бәлкім бір халықты бір бұзу шығар, енді басқа мен бір халыққа пайда келетін нәрсе деп айта алмаймын. Бұған енді саналы түрде халық өзі қарсы шықпаса, бұның өзі емі де жоқ екен ғой. Қазір мынау мектеп жасынан бастап осы барлығы, ол жаңа өзіңіз айтып отырған Шушинскийден жаңағы Қонаевқа барудың қажеті жоқ. Мына қолымыздағы соткамен кіріп ойнап жатқан адам қаншама екен. Мысалы ставка тігіп жатыр. Бұл ставка болсын, ол анау тотализатор болсын, ол жаңа қай нәрсеге кіреді, бұл нәрсе не харам болып саналады. Сондықтан мен ойлаймын, бұған мүлдем жоламау керек. Бәстігу ғой бұл. Иә. Бәстігу. Жаңағы мысалы қазір екеуміз отырамыз да, мынау ат жарыста қазір соған еніп жатыр. Ставка тігеміз. Мынау ат бірінші келеді, мынау ат бірінші келеді деген секілді. Мына спортшы жеңеді, мына спортшы жаңа жеңіледі деген секілді. Міне бұның барлығы шариғатымызда тыйым салынған нәрсе. Енді мен айтарым, осы салада жүрген, рекламалап жүрген бауырларымыз болған болса, олар абай болу керек. Абай болу керек. Харамды жарнамалаудың өзі харам болып қалады. Харамға ат салудың өзі харам болып қалады шариғатымызда. Сондықтан өте не істеу керек? Жаңағы абай болу керек. Содан кейін ұстаз, бір сұрақ. Мына елімізде Аллаға шүкір, қазір мешіттер өте көп салынуда. Кез келген бір айдаладағы мешіті жоқ ауылдардың өзіне мешіт салынып, әйтеуір халық жаңағы жиналып салып жатыр, оған да шүкір. Бірақ медреселер көп емес елімізде. Жалпы медресенің осы пайдасы жайлы айта кетсеңіз, медресе салудың енді біраз бізде енді кәсіпкер ағаларымыз, бауырларымыз көріп отырса, оларға бір мотивация, шабыт болсын деген ниетпен осы жаңағы медресе салудың бір пайдасы жайлы айта кетсеңіз. Енді күн тәртібіндегі бір шешімі табылу керек болған бір мәселені көтеріп отырсыз. Енді мен бұған қатысты өзімнің жеке ойымды айтайын. Мешіт салу бұл үлкен іс. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кім жер бетінде мешіт салса, Алла тағала оған жәннаттан бір сарай тұрғызады деді. Мән бәна мәсжиден фид дуня бәна Аллаху бәйтан фил жәннат дейді ғой. Жаңа кім бұл дүниеде мешіт салса, Алла тағала оған жәннаттан бір сарай салады дейді. Яғни бұның сауабы өте үлкен. Бұл бір. Және бұл екіншіден, бұл мешіт болсын ізгі қайырымды істің берілетін сауабы бар. Енді ол сауапты көру үшін бұл Құдай үшін болу керек. Жаңағы ол мен салғаннан кейін оған атамның атын берем, мен неге сол үшін салғанмын деген секілді басқа ниетте болатын болса, ол салынған мешітке сауап берілмейді. Енді Алланың мейірімі кең ғой, бәлкім енді бұл мешіт салып жатқан адамдардың ниеті жақсы деп ойлаймын. Енді халыққа пайдасы тисін, әйтеуір еліме бір жақсылық жасайын деген мақсатта ғой. Сондықтан бұл мешіт, яғни айтпақ болғаным, Құдай үшін салыну керек. Мешіттің сауабы үлкен, ол Құдай үшін салыну керек. Енді үшіншіден, бұл мешіт зекеттің ақшасына салынбайды. Осыны ескеру керек. Өйткені зекеттің өзі берілетін 8 түрлі жолы бар, ол Құранда көрсетілген. Одан шығып кетпеу керек. Сондықтан мына мешіт салып жатқан адамдар болса, олар жаңағыдай бұған зекетін қоспау керек. Өйткені мынау айтады ғой, мешіт ол Алланың үйі дейді, таза нәрсе.
Зекет ол малдың кірі. Сондықтан зекет мешітке жұмсалмайды. Ол тіпті мешіт салу, былай тұрсын, мешіттің ол ремонтына да, мешіттің басқа бір қажетіне де жаратылмайды. Мысалы қазір мынандай көп болып кетті ғой, былай мысалы мешіт салып бастайды, фундаментін құяды, стенасын құрғызады, и даже ішін бәрін бітіруге инстаграмнан жарнамалайды, бауырлар. Мен енді қазір келе жатырмын. Сондықтан үшінші, мешітке зекет ақшасын араластырмау керек. Өзінің жаңағы ақадал табысынан халал жолмен келген. Болмаса жаңағыдай садақаны ол жерге жаратуға болады. Садақаны жинап, мысалы, жаратуға болады. Бұл бәр. Енді келесі бір мәселе, мынау мешіттің салынғаны жақсы, бірақ ол сол адам баратын адам болу керек, оны сақтап тұратын, оның жаңағы ең болмағанда мына шалғай ауылдағы имамдардың жалақысын төлеп тұратындай мүмкіндік жасау керек. Мысалы, сіз мешіт салғыңыз келді. Яғни шалғайдағы бір мешіт жоқ ауылға. Бірақ ол ауылда адам бар ма мешітке баратын? Оның ісін жүргізетін имам тағайындадыңыз ба, имам даярладыңыз ба? Осыны да ескеру керек. Алдына барады да, Алла ниеттерін қабыл етсін, мешіт сап қояды, ол тұрады. Тат басып, жаңағыдай көгеріп, есігінде қара құлып түсетті тұрады. Азып, тозып. Не, имам жоқ. Имам табылса, ол имамның жалақысын көтеретін, ол мешіттің садақасы жоқ. Сонымен не істейді? Қаншама тозып тұрған мешіттеріміз бар. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жаңағы күн тәртібіндегі мәселе деп отырғанымыз, мынау біз мешіт, медресе бір картасы жасалса деп ойлаймын. Қай аймаққа бір орталықтандырылса. Биыл мысалы қанша өңірден қаншадан мешіт салғысы келеді. Солар арнайы діни басқармаға тіркелсе. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тіркелсе. Яғни мен мешіт салғым келеді. Мен салатын мешіттің көлемі шамамен жаңа 40-50 болмаса жаңағы намазханадан бастап, болмаса жаңадай енді Әзірет Сұлтан, болмаса бас мешіт секілді үлкен мешіт салатындай жағдайда адамдар жоқ емес, бар, солар ұсыныс білдірсе. Сөйтіп соны діни басқарма қарап отырып, қажеттау деген аймаққа соны бұрса. Мына биыл Қазақстанда 24-те, мысалы 100 адам ба, 50 адамдан саны көп болсын, одан зиян шекпейміз, мешіт салам деп ұсыныс білдірсе діни басқармаға. Сол діни басқарма енді сол жаңағыдай картаны қарап отырып, қажеттау деген жерлерге солы бұрса. Мысалы биыл, мысалы Қостанай өңірі болмаса, биыл Көкшетау өңірі болмаса, жаңағы Кереку Павлодар өңірінде, мысалы Ақсуда болмаса Екібастұзға бір мешіт керек екен, соған направлять етсе да. Ертең соның жаңағыдай оның бұрған кезде оның жаңағыдай барлық жағдай жасалатындай соның бәрін қарастыру керек те жаңағыдай. Жоқ, басымызға жаңағыдай бет-бетімізбен жаңағыдай ойымызға келген істеп жатырмыз да жаңағыдай. Салат ашылуын жасайды, Аллаху акбар, бітті. Не имам жоқ, не оның зарплатасы жоқ имам болса, не оның имамның ақысы жоқ, не ол мешіттің жаңа шығыны жоқ, солай тозып тұрған қайшам мешітіміз бар да. Енді жаңағы сіздің екінші сұрағыңыздың жалғасы мынау медресе мәселесі. Медресе мәселесінде жағдай осындай. Басына медресе бастап алған, біткені бар, бітпегені бар, бітіп қаңырап тұрғандары бар да. Өкінішке орай. Сол секілді осы арнайы бір діни басқармадан жаңағы бөлім бә, осындай жаңағыда мешіт құрылысы секілді, мешіт медресе құрылысында да арнайы жол картасы секілді бір карта жасалса. Биыл қанша адам медресе тұрғызғысы келеді? Медреседегі ұстаздарға ақы берілсе, ол мысалы бара сіз баласында қазір, ол жақсы, қандай жақсы? Мысалы сіз ауылыңызға шалғайдағы мешіт медресе салғыңыз келеді. Бірақ сіз анау ауылыңызға мешіт кім барады ол медресеге? Шәкірттер бар ма? Мысалы сіздің мынау жаңағы Алматыдан
қаласынан, Алматының қасында медреселер бар. Соған бармай, анау шалғайдағы бір Нарынқолға болмаса Кегендегі бір медресеге барып оқиды деп ойламайды. Жарайды, апарасың. Ұстазбен қалай қамтамасыз етесіз медресені? Осы жағы болу керек. Керісінше біз медресені мынау қалаға жақын, қаланың ортасына салатын болсақ, сол ауылдың балаларын осы жерге тартамыз. Неге? Өйткені қалада ұстаз мәселесі шешілген. Мысалы, бір Алматыда қанша ұстаз бар? Сіз ұстазды анау шалғайға апарғаннан көрі, сол медресені алып келіп қаланың ортасына салған пайдалы. Дұрыс айтасыз. Міне, кезінде Құнанбайдың анау Жидебайға барып салып қойса, мешітті, жоқ, ол барып Қарқаралыға барып салды да. Қарқарал аудан орталығына апарып салды. Ертең халық қатынайтын бір шаһардың бір мешіті болсын деді. Туған жерім, туған ауылым, мал баққан жерім деп ана Шыңғыстаудың бөктеріне апарып сақ қойғанда қазір жай қаңырап тұратын еді. Сондықтан мынау мешіт медресенің де үлкен сауабын жаңа сұрадыңыз ғой, бұның да сауабы үлкен. Неге? Өйткені бұл ғылымға, медресеге ат салысу, бұл ғылымға ат салысу. Ғылымға ат салысу, бұл үлкен ұстазға ат салысу. Ұстазға ат салысу, ол деген сөз халықтың тәрбиесіне ат салысу да. Сондықтан анау ғалымдарымыз айтады ғой, Абу Бәкір радиаллаху анху ең бірінші өзінің капиталын дейді, ұстазға салды дейді да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан қазір қай бір ұстаз қандай бір ілім үйретпесін, оның сауабы Абу Бәкірге барады. Неге? Өйткені алғашқы дін ұстазына ат салысты. Жанымен, тәнімен, малымен түгел нәрсе. Отбасы, бала шағасымен қызмет қылды. Сол ұстаз шығатын орталық ол медресе. Мен осы кезекте жаңағыдай айтып кеткім келеді. Қазақ азаматтары, Аллаға шүкір, өз қолымыз, өз аузымызға жетті. 30 жылдан бері кәсіпті бастады. Сол кәсіптерін жолға қойған қаншама азаматтар бар. Енді біздің жаңаға сыртқа қол жайып, мұсылман елдеріне бізге көмек қылыңдаршы деуіміз бұл ұят деп ойлаймын. Сондықтан мынау намысы бар қазақ елі мынау қолынан келгенінше ат салысып, мынау шаһарымыздағы, одан кейін мынау еліміздегі тұңғыш бірегей Нұр Мүбарак университетінің жаңа корпусына ат салысса деп ойлаймын. Міне, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Бірігетін болсақ, аспайтын асу жоқ. Ал егер бас-басымызға шашырап, ана жерден бір медресе, мына жерден бір медресе соғатын болсақ, оның жаңағыдай қазір қатты бір несі де жоқ дейсіз ғой оның, сондықтан мен ойлаймын, медресе салам деген азаматтарға разымыз. Алла істеріне, ниеттеріне жаңағыдай сауаптан берсін, істеріне, кәсіптеріне береке берсін. Бірақ бір өтініш, анау бір шалғайға апарып сап қоймаңыздар. Халықтың шоғырланған жеріне. Халық шоғырланған, сол жерде балалар барау, оқуға келеді-ау деген секілді. Одан көрі қазір мынау бізге көбірек қажет болып тұрған нәрсесі мынау жатақхана. Біз анау шалғайға апарып бір медресені жаңағы салып қаңтарып қойғаннан, сол қаражатқа мынау қаланың шетінен бір 2 этажды 3 қабатты жатақханаларды салып, мынау ауылдан шалғайдан келіп оқып жатқан қазақ студенттерге баспана қылып берсек үлкен сауап болады. Жаңа квартира жалдап сандалмайды, шығындалып, керісінше сол жерде жаңадай қыздар жатақханасы, ұлдар жатақханасы, арнайы тәрбиешілер қойылса, жаңадай бір мезгіл қол өнер, кәсіп, мысалы, адами құндылықтар берілсе, біз көп пайда табамыз деп ойлаймын. Сондықтан біз қазіргі таңда осы пансионат деп жатыр ғой, жатақхана мәселесіне көбірек мән берсек деп ойлаймын. Алла разы болсын. Ұстаз, мен мына жалпы біздің подкастқа келіп, ағыңыздан жарылып жатқаныңызға Алла разы болсын. Жалпы осы подкасттың жаңағы айттым, мотивациялық бағыт деп, әр келген тұлғаға қоятын басты сұрағымның бірі, сол басыңызға келген ең қиын жағдай қандай болды, өзіңізге қатысты қояйын енді бұл сұрақты. Жалпы ұстаз болғаннан кейін сізді сыйлап, құрметтеп, бұл сұрақты соңына қарай қойып жатырмын, өйткені көбінесе ұстаздарымыз
өзін ойлағаннан гөрі көбірек халықты ойлайтыны белгілі. Жалпы енді бірақ өзіңіздің басыңыздан өткен ең бір ауыр жағдай қандай болған еді, сізге бір тұлғалық сұрақ болсын. Сізді енді сырттай көретін азаматтар бұл кісінің басынан ешқандай қиындық өтпеді деп те ойлауы мүмкін ғой. Өйткені жаңағы ұстаздар, дінге қызмет етіп жүрген кісілер білдірмеуге тырысады да барынша. Бәрі жақсы сияқты көрінеді. Бірақ сіз де пендесіз, ет пен сүйектен жаратылғансыз. Сондықтан осындай сұрақ сізге. Жалпы басыңыздан өткен ең қиын жағдайыңыз қандай болды? Одан қалай шыға білдіңіз? Кім себепкер болды? Жаңағы көмектескен пенделер, жаңағы бауырларыңыз, ағайындарыңыз, достарыңыз болды ма? Сол жайлы кішігірім айта кетсеңіз. Алла тағала пендесіне ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха дейді ғой, шамасы келмейтін нәрсені жүктемейді дейді. Сондықтан әрбір адамның басына келген қиыншылық сол адамның сабыр деңгейіне қарай, көтере алатын деңгейіне қарай беріледі деп ойлаймын. Негізі солай. Сондықтан ол әрбір адамның басына келген сынақ, ол сол көтерілетін сынақты береді. Бұл мысалы бізге пайғамбарлардың сынағы емес деген секілді. Сондықтан ол адам бұған төзімділік таныту керек деп ойлаймын. Мен өз басымдағы қиын сәт деп бәлкім енді біз қалай деп айтсақ болады. Енді мынау жаңағы мектеп бітіргеннен кейін әкемнің жанында мал бақтым мен. Жаңағы енді біз көп балалы отбасы болғаннан кейін 92 жылы әкеміз шаруашылық құрды. Енді ол кісінің де сол нәрсені құруы, сол ертең бала шағам не болады? Мынау нарықтық заман деп сонымен шаруашылық құрып, енді біз сол инженерлік отбасында дүниеге келдік, енді малға жақын болған жоқпыз. Бірақ енді ауылда қолда мал болды ғой. Кейін сол шаруашылық құрғаннан кейін енді біз малға бет бұра бастадық. Жаңа сенбі жексенбі шаруашылыққа барып қой бақтыратын болды бізге. Содан атқа мінуді үйрендік, қой бағуды үйрендік. Сонымен енді мектеп бітіргеннен кейін қой бағуға тура келді. Мен енді айтайын деп тұрған нәрсем, бұл өте ауыр кәсіп деп айтам. Өйткені білмеймін енді оны қалай жеткізем, оны қой баққандар біледі, оңай емес. Бірақ менің сол кездегі бір басымнан өткен қиыншылығым, мен бұл кәсіптен қалай құтылам? Екі ой болды менде. Не мен бұны тастауым керек, не өмір бақи бұны бағып қалуым керек. Енді ол да өмір бақи бағып қалу дегенде ол да өткінші, өйткені оның да өзінің жемісі бар. Өйткені кез келген жұмыстың қиыншылығы, ауыртпашылығы бар. Өйткені өзіңмен бірге оқыған құрбыларың бәрі қалаға оқуға кеткен кезде мен далада қой бағып жүріп, әсіресе мына бізде қыста суық қой, 30-40 градусқа дейін барады, Қарағанды өңірінде, Қарқаралы өңірі. Не болды деп ойланатым. Не істеп қойдым мен? Бәлкім менің осы бір сәттерім менің осы намазға келуіме түрткі болды. Деме ойладым мен енді. Алланың қалауды, сондықтан мен айтарым, Құранда айтады ғой, әрбір қиыншылықтың артында бір жеңілдік бар дейді. Мен бәлкім сол қиыншылықтан өту керек болдым. Енді бәлкім оны қиыншылық деуіп те болмайды шығар, бір Құдайдың берген кішкене сынағы деп қабылдайық. Алла сынақ бермесін, сабыр берсін дейді ғой. Содан бір күн әкем айтты, балам, сен ораза ұстайсың, намаз оқисың, менің бір балам дін оқысын, сен дін оқисың ба деді. Қол аяғымды көтерген ғой. Көтермеске басқа барған жоқ. Өз бәрің жүрген. Көтерсең, көтермесең сен қойшысың да. Мен ойлаймын, сол бір уақыт қой енді, сол уақыттарда бір кішкене. Сонымен енді ар жағы Қарағандыда мешіттің жаңа сауат ашу курсына барып, сол жерден енді осы дін жолын бастадым ғой. Сөзіңіз аузыңызда.
сөзіңізді бөлейін. Сол кезде сіз дұға тілеп жүрдіңіз ба Алладан? Мен осы жерден, я Аллам, осы мал бағудан құтқаршы деп. Мен құтқаршы демеген шығармын. Өйткені себебім мен қойдан гөрі жылқы малын жақсы көрдім. Енді оның себебі қой бағудың бейнеті өтіп кеткеннен болу керек деп ойлаймын енді. Енді ол қойдың да өзінің пайдасы бар ғой, бірақ бейнеті де бар да жаңағыда. Енді анау жылқы малына кішкене енді қойға қарағанда күні бойы соңында жүрмейсің ғой. Жіберіп қоясың, арасында бір түгендеп қайырып қоясың. Сол жағынан мен бәлкім оны ұнатқан шығармын деп ойлаймын. Мен жалпы қазақ халқы жылқы малына жақын ғой, қазақтың баласы. Енді біз енді әкеміз ертерек сол тәуелсіздік алғаннан кейін пенсия шаруашылық бастағаннан кейін сол жаңағыдай мынау кезінде Шапағат Нұр, Ислам әлемі деген журналдар болды. Сол журналдардан біз былайша айтқан кезде мен қанық болдым ғой. Ненің күнә, ненің сауап екенін білдім мен сол кезде. Өйткені әртүрлі жағдайлар болды ол кезде жаңағыдай. Бірақ әкеңе қарсы шыға алмайсың. Қарсы шықсаң, батасын алмасаң, сен өмірің өмір емес. Қазақы тәрбие. Болмаса жаңа дінмен айтқан кезде күнәһарсың. Алланың разылығына жетпейсің. Сол нәрсе бізді тоқтатты. Шыдадық. Бірақ одан біз жаман болған жоқпыз. Жаңа, сондықтан мен ойлаймын, енді мен жас болғаннан кейін асығыстық болады ғой. Жаңа өзім әңгіменің басында айтып отырған. Бірақ төзуге тура келді. Өйткені сен біреуге қызмет етіп атқан жоқсың. Сен біреудің малын бағып атқан жоқсың. Сен әкең малын бағып атсың. Ол әкең өз басы қара бас емес, ол сенің қамың үшін деген секілді нәрсе. Сондықтан мен Аллаға шүкір, осы біздің ненің күнә, ненің сауап екеніне бірден бір себепкер осы әкеміз болды. Иә, әртүрлі ойлар болды бұл жерден, оны Құдай өзі сақтасын. Бірақ көнесің. Сол көнудің нәтижесі, сол сабыр етудің нәтижесі, Құдайға шүкір, ауылдан жаңағыдай Алматыға келдік, одан Мысыр шаһарына бардық. Енді Аллаға шүкір. Бірақ енді мен ол қой бағып жүрген кезде Алматыда тұрып Нұр-Мубарак университетінде сабақ берем деген мен үш жақтаса түсімде жоқ нәрсе ғой. Бірақ енді Алла пешенеңе жазғаннан кейін оны көресің. Басқа шараң жоқ сенің. Ал жалпы осы бізді көріп отырған көрермендердің арасында да енді бір қиналып жүрген азаматтар болуы мүмкін. Бір істің шешімін таппай, сол азаматтарға қандай кеңес берер едіңіз? Сабыр. Қазақта өз жақсы дана, халқымыздың дана сөзі бар ғой, сабыр түбі сары алтын дейді. Және Құранда 90-нан астам аятта сабырлық туралы айтылған. Сондықтан ол пайғамбарымыздың өмір тарихын, сахабалардың барлығы сол сабырлықпен болған. Ислам мемлекеті, ислам бір күнде түскен жоқ. Құранда бір күнде әйтпесе Алланың құдіреті жететін еді. Бірақ ол исламды бір күнде ислам мемлекетін құрып, бір күнде пайғамбардың жанына сахабаларды, бір күнде пайғамбардың қолына әлемді бағындырып беруге Құдайдың құдіреті жетеді. Бірақ сол адамзаттың асылы, өзінің сүйікті құлы Хабибі пайғамбарды да Алла тағала 23 жыл сынады. 23 жыл деген исламды қалыптастырды. Бұдан біз не күтеміз? Яғни жеңіс бұл жақын уақытта болмайды. Уақыт керек. Сондықтан мен ойлаймын, бауырларым айтарым, сабырлық керек. Өйткені әрбір қиыншылықтың артында бір жеңілдік бар дейді. Ол өмір болғаннан бәрі болады. Бағана хадис бар ғой, түйеңді байла, одан кейін Аллаға тәуекел ет дейді ғой. Жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мысалы, басыма сынақ келді, сабыр етіп отыра берейін дегенде дұрыс емес шығар, бір әрекетін жасау керек шығар. Әлбетте, ол енді сабыр ету дегенді біз жаңағыдай бір қол қусырып отыру деп қабылдамауымыз керек. Ол мысалы бір сабыр деген кезде біз, яғни сен шатастырмау керек та, басқа жолға кетіп қалмау керексің. Мысалы сен өмірдің бір қиыншылық сәтіне төзе алмай ішіп кетпе.
сабыр ет. Міне осы мағынада. Болмаса өзіңе қол салма. Онымен өмір бітпейді. Өйткені әлі алда біздің өміріміз бар. Сондықтан жаңа өзіңіз айтпақшы, жаңағыдай әрекетін қылуымыз керек. Жаңағыдай шаруа болса, оны шеше алатын ағаларға шығып дегенде жаңағыдай. Болмаса жаңағыдай имамдарымыз бар жаңағы. Не ақыл айтасыз, не көмек бере аласыз деген секілді жолын жасау керек та. Міне сол. Ұстаз, бізге келіп, ағыңыздан жарылып осындай керемет сұхбат бергеніңізге Алла разы болсын. Үлкен рахмет айтамыз. Бізді көріп отырған көрермендерге бір ауыз тілегіңіз болса, мархабат. Енді Алла жар болсын. Енді мынау мен жастарға, өскелең ұрпаққа, еліміздің болашағы айтарым, мынау Абайдың жақсы сөзі бар ғой, сонымен қорытындылайын. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім дейді. Сондықтан ғылым, білімнің кезі бұл жастық шақ. Ол Құран жаттасаң да, физик болам десең де, математик болам десең де, сол жас кезінде алыну керек. Жасымда ғылым бар деп ескермедім дейді. Соны біз қайталамауымыз керек. Сондықтан ғылым, білімнің басы бұл жастық шақ. Осы жаңағы 11 жылдық мектеп бар, 4 жылдық университет бар, 14 жыл болды, 15 жыл болды ма, ар жағында 2 жыл магистратураң бар, 3 жыл докторантураң бар. В общем, бізге 20 жыл уақыт беріледі екен ғой ғылымға. Осы 20 жылда ала алмаған ілімді біз жарты сағаттық, 3 сағаттық кауч тренингтен аламаймыз. Сондықтан қазір қиналмасақ, ертең бәрібір қиналамыз. Сондықтан ертең қиналмау үшін қазір қиналу керек. Яғни ол не? Мектепте, университетте. Бір қиналу бар дейді да. Қазір мектепке барып оқымай, жалқаулық танытып, жаңағыдай шалқайып жүресің, бірақ мектеп бітіргеннен кейін қара жұмысқа түсесің да, университет бітіргеннен. Керісінше сол мектепті жанталасып, бесік оқып, бәрін үйреніп, университетті беске бітіргенде ертең шалқайып жүреді. Кезек дүние. Сондықтан қазір жастық кезде шаршап, ертең демал, жасы ұлғайғанда. Сен жастық кезде демалсаң, қарттық шағыңда шаршайсың, арба тартасың, жүк артасың, мына суықта күзетші боласың, грузчик боласың. Бір шаршау екен да. Сондықтан Абай атамыз айтты ғой жаңа, кім ғылыммен, біліммен шұғылданғысы келсе, оның уақыты осы жастық шағы екен. Сол 11 жылдық білім, 4 жылдық университетті 15 жылда жақсылап, күшімізді салып, өйткені ол кезде біз нанды қайдан табам демейміз, ата-анамыз асырап тұрғанда басып оқуымыз керек. Алла разы болсын. Амин.